Тағы да қайырлы күн. Бүгін екінші видеомды түсіріп отырмын. Екінші видеомды салат жапырақтарына арнап отырмын. Мына салат жапырақтары алдыларыңызда тұрған. Міне мына жақ қатарларда, мына жерлерде ара қашықтық енді жаман емес. Бірақ мына жерде өте тығыздау болып кетіпті. Сол салат жапырақтарын алып басқа жерге отырғызуға болады негізі. Көшет ретінде алып, қазып басқа жерге отырғызуға болады. Енді ана микрозелень деп айтады ғой, сондай. Көктерді өстіп терезенің алдында өсірген кезде жаңағы қызылша, кәдімгі свекло, сол қызылша ғой, свекло. Соны осы салат жапырақтарын, жаңағы зеленый лук дейміз, солардың барлығын өсіргенде терезенің алдында міне осындай кішірек кезінде қолдана береді. Көбісі негізі дәрумен ретінде ғой, ол салатқа алып салып жеріп қосып қолдануға болады негізі. Ал қазіргі өсіп тұрғаны енді өлшеп айтатын болсақ, бір саусақтай ғой жапырақтар енді. Көрдіңіздер ма? Саусақтай. Дегенмен де қазір енді босқа жұлып тастауға, салатқа қосып тастауға обалдау, әлі өйткені кішірек. Енді кішкене күтсек болады. Негізі жалпы бір ай өтті. Алдындағы видеода бұдан кішірек екен. Ол кезде айтқам, жауамен бір ай өтті деп, бір ай болып қалды деп. Енді міне бір ай өтті. Бір айдағы өсу барысы осындай. Мынау ептеп не болып тұрғандай. Жапырақтар салбырап тұрғаны ештеңе етпейді, ол суарған жоқ біз әлі. Қазіргі сағат 4-тің шамасы. Негізі кешке қарай, қазір күн ептеп қайтқанда суарамын. Мынау салат жапырақтарын тағы бір айта кететінім, мына кіреберісте міне есік қой. Көрдіңіздер ма? Әргі есікті, бергі есікті ашып қойып жүрмін, өйткені іші қатты ыстық болып кеткенінен. Салат жапырақтары негізі редискалар, жаңағы көк пияздар барлығы салқынға шыдамды. Сондықтан осы қатты ыстық кезде өстіп бірден салқын келетіндей осы есік жаққа отырғызғаным дұрыс болыпты. Осы салат жапырақтарын. Енді әзір осындай, білмеймін енді. Біреу салыстырып айта жатар, менікі бұдан жақсы деп, немесе бұлай болып өскен жоқ деген сияқты кейбіреулері. Менде осындай болып өсіп тұр. Жағдайы осындай. Енді келешекте мына жерді, жаңағы айттым ғой, пикировка деп сондай жасап, қою жерлерінен алып, басқа жерге отырғызсам, енді көрем, ол туралы да видео бола жатады. Әзірге бір айда өскен жылыжайдағы салат жапырақтары осындай күйде.